Саламатсыздар ма оқушылар? Саламатсыз ба? Жақсы. Енді біздің тағы бір құндылығымыз бар, иә. Бұл біздің тәуелсіздігіміз, иә. Алда келе жатқан мерекеміз, иә. Оқушылар, осы біз тәуелсіздікті қашан алдық? Тәуелсіздігімізді 1990 жылы 16 алдық. Иә, өте жақсы. Осы тәуелсіздік алғаннан кейін өзіміздің мемлекеттік рәміздерімізді бекіттік. Мемлекеттік рәміздерге не жатады, оқушылар? Кім айтады? Айзере. Мемлекеттік рәміздерге біздің елтаңбамыз, туымыз және әнұранымыз жатады. Иә, жақсы, өте жақсы. Осы тудың авторы кім? Кім айтады, оқушылар? Тудың авторы. Кәусар? Иә, өте жақсы. Жақсы, оқушылар. Тәуелсіздігіміз берік болсын, иә. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Көк байрағымыз көк аспанымызда мәңгілік желбіресін. Енді оқушылар, жаңа сабаққа көшеміз. Енді сендерді топқа бөлу алам. Бірінші топ қазақ тобы, бірінші топ, екінші топ айқап тобы, үшінші топ сарыарқа тобы, иә. Енді оқушылар, біз енді жаңа сабақты қазір бастаймыз, бірақ біз үй тапсырмасын сұрап аламыз. Жаңа сабақ, жаңа қала әдісі арқылы, жаңа қалаға біз ұшақ арқылы ұшып барамыз. Сол ұшақтың билеттерін сендерге жаңағы бағалау парақшасы ретінде жасап келдім. Осы бағалау парақшасын сендер толтырасыңдар. Қазір жаңа сабақта тапсырмалар болады, сол балдарды қоясыңдар. Жаңа сабақтың бағалау парақшалары. Сендерге. Оқушылар, аты жөндеріңді жазып, күннің жадын жазып, және де жаңа сабақта өздерінің балдарыңды қойып отырасыңдар. Енді үйге тапсырманы сұрау үшін ұшақ әдісі арқылы біз қазір 10 сұраққа жауап береміз. Бірінші сұраққа кім келеді? Үйге тапсырма. Бірінші сұраққа кім келеді? Келе ойындар. Кел, Жасмин. 10 сұраққа дұрыс жауап берсек қана біз жаңа сабақта аша аламыз. Так, старттыңыз. Дауыстап оқимыз. Оқи, қай сұрағың? 1992 жылғы ақпан революциясының нәтижесінде Ресейде орнаған билік. Иә, билік. Қандай билік Ресейде? Уақытша үкімет. Бас. Жақсы, дұрыс. Екінші сұраққа кім келеді? Кәусар. Кел бұл. Оқи ғой, тез-тез. Ақиқат жалған.
Жалған. Өте дұрыс, кел. Тағы кім келеді? Кел. Арайжан, үшінші сұраққа. Тез-тез уақыт. Уақыт қойылып қойған. Иә? Аха. Баса ғой. Қазір сұрақ шығады. Ақпан революциясының басты нәтижесі. Иә? Ақпан революциясынан кейін патша өкіметі құлатылып, Иә? Өте дұрыс. Келесі сұрақ кел. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Кім келеді? Кел. Азиза келе ғой. Окейді басшы жер. Сұрақ шығады қазір. Ақпан 1913 жылғы ақпан революциясы қай айда болды? Иә, өте дұрыс. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Кім шығады? Кел. Гүлжайна кел. Сұрақты оқи ғой. Ақпан революциясынан кейін Қазақстанда 30 күн қонады. Уақытша үкімет шегіп салынған және кеңестік. Ақиқат па, жалған ба? Саласың, картинка сол. Дұрыс емес болып шықты, иә, жақсы. Кел. Келесі сұрақ. Кел. Ау, ұшағымызды ұшырдық. Қазір сұрақты оқы. ақпан революциясынан кейін Қазақстан қос үкімет. Иә. Иә, жақсы. Ақпан революциясынан Иә. Иә, өте дұрыс. Кел. Келесі. Азире келе ғой. Окейді бас. Қандай сұрақ? Ау, самолетіміз келді. Тағы сұрақ шығады қазір. Иә. Ақпан революциясынан кейін қазақ халқының ұлттық санасының өсуіне әсер етті. Иә. Өте дұрыс, және жауап шықсы. Кел. Тағы сұрақ бар мына жерде. Мына жерде оқи ғой. Оқи ғой. Ақпан революциясының қазақ халқының саяси белгілері ақылы ұлттық. Иә, оқи ғой. Аха. Жақсы, оқушылар. Енді біз, оқушылар, міне, жаңа қалаға келдік. Бұл жаңа қалада біздің қанатты сөзіміз жасырылған. Қанатты сөзіміз жасырылған. Бұл қанатты сөз тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын. Бұл кімнің сөзі? Иә, Азиза? Иә, Әлихан Бөкейхановтың сөзі. Өте дұрыс. Отыра ғой. Енді осы Әлихан Бөкейхан кім? Иә, Әлихан Бөкейхан кім? Алаш партиясының бас жетекшісі, көптеген қазаққа пайдасы тиген ұстаздардың бірі. Иә, жақсы. Ұлы тұлғаның бірі. Иә, жақсы. Бүгінгі сабағымыз сонда. Қалай болды сабағымыз? Қандай? Алаш қозғалысы және қазақ ұлттық идеясы деген тақырып. Иә. Жақсы. Енді бұл қанатты сөз тірі болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын. Әлихан Бөкейхан ұлы, иә. Бүгінгі сабақтың тақырыбы алаш қозғалысы және қазақтың ұлттық идеясы, иә. Тақырыпты жазып аламыз. Күннің жадын жазамыз, тақырыпты жазып аламыз. Жазамыз. Дәптерімізді ашамыз, жазамыз. Жазып алдық па? Алаш қозғалысы және қазақтың ұлттық идеясы. Бақ мақсаттары. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртудағы саясатын талдай отырып, оның тарихи маңызын түсінеді. Қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін сипаттайды. Ұлттық басылымдардың халықтың қоғамдық саяси санасын оятудағы рөліне баға береді және талдайды. Енді жаңа сабаққа байланысты біз бейнематериал тыңдап алайық, иә. Енді жасанды интеллект дайындаған. Мен Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов 1966 жылы бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезінде дүниеге келдім. Қазақтың ертеңі үшін алаңдап, ұлтымның тағдырына бейжай қарай алмадым. Бала күнімнен білімнің күшіне сендім. Қарқаралыда кейін омбы техникалық училищесінде
Одан соң Санкт-Петербург орман институтында білім алдым. Сол кезде түсіндім, білімсіз ұлт еркін бола алмайды. Ресей патшалығы қазақ даласын мұқтарлап, халқымыздың жері мен егіндігін шектеді. Осы әділетсіздікке қарсы тұру менің өмірлік міндетіме айналды. Ғасыр басында менің серіктерім Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Тұлбанов, Жақып Ақбаев, Халел Ғаббасов секілді ұлт зиялылармен бірігіп, халыққа қызмет ету жолына түсті. Біз баспасөз арқылы халықтың санасын ояттық. 1913 жылы жарық көрген қазақ газеті ұлттық үніне айналды. Онда біз жер, тіл, оқу, бірлік мәселелерін көтердік. 1917 жылы Ресейде төңкеріс басталғанда қазақ елі өз тағдырын өзі шешетін тарихи сәт туды. Біз осы мүмкіндікті пайдаланып Алаш партиясын құрдық. Біздің мақсатымыз айқын болды: қазақ халқының тәуелсіз мемлекеті, өз жері мен билігі өз қолында болу. Сол жылы біз Алаш орда үкіметін жариялап, мен оның төрағасы болып, тарих бізге жеңіл жол сыйлаған жоқ. Кеңес үкіметі орнаған соң Алаш арыстары қуғынға ұшырады. Мен де бірнеше рет тұтқындалдым, соңында ату жазасына кесілдім. Бірақ мен ешқашан өкінбедім. Себебі мен сендім халқымның ертеңі жарық, болашағы азат болатынына менің арманым. Азат, білімді, біртұтас қазақ елі бүгін орындалды. Енді сіздер, жас ұрпақ, сол Алаштың аманатына адал болыңыздар. Халық үшін қызмет ету ең биік парыз. Оқушылар, осы Алаш қозғалысы 20 ғасырдың басында ең ірі қозғалыстың бірі болды. Алаш қозғалыстың басты себебі патшалық Ресейдің отаршылдық езгісіне қарсы және де ұлттық теңсіздікке қарсы. Алаш қозғалысының басты мақсаты қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау және де мемлекеттіліктің тәуелсіздігін қалпына келтіру. Енді Алаш зиялыларының қағидалары бар мына жерде. Біріншіден, жер қазақ халқына тиісті мұра, оны жекеменшікке беру мен сату туралы сөз қозғау мүмкін де емес. Екіншіден, жер үсті мен астындағы бар байлық қазақ мемлекеттілігі идеясына қызмет етуге тиіс. Үшіншіден, Қазақстан халық толық экономикалық еркіндік алу, шикізат өндірісінен жергілікті дайын өнім өндіретін өнеркәсіпке өтуі керек. Төртіншіден, мемлекетте қазақ тілі, мәдениеті, діні, ғұрыптары мен салт дәстүрлері үстем болуға тиіс. Бесінші, ұлттық мемлекет ғылымға, басқа мемлекетте жетістігіне, ұлттық дәстүрлер мен ғұрыптарға негізделуі керек. Осы Алаш қозғалысының басты қағидалары болды. Енді біз осы Алаш қозғалысына жетекшілік еткен ең бірінші Әлихан Бөкейханұлы. Әлихан Бөкейханұлы қазақ халқының ұлт азаттық қозғалысының жетекшісі, Алаш партиясы мен Алаш орда үкіметінің төрағасы. Ол елдің тәуелсіздігі мен ұлттың мемлекеттілігін қалыптастыру жолында күрес жүргізді. Әлихан Бөкейханұлы халықты білімге, бірлікке және әділдікке шақырған ұлы көсем. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының ұлы ағартушысы, тіл білімнің негізін қалаушы, ақын және қоғам қайраткері. Ол қазақ әліпбиін түзеп, ана тілінде оқулықтар жазды. Ахмет Байтұрсынұлы халықты оқу білімге, бірлік пен ұлт тәуелсіздігіне шақырған Алаш қозғалысының жетекшілерінің бірі болды. Келесі бізде тарихи тұлға Міржақып Дулатұлы қазақтың көрнекті жазушысы, ақыны, публицист және қоғам қайраткері. Ол Алаш қозғалысының белсенді мүшесі болып, ұлттың азаттығы мен бірлігі үшін күресті. Міржақыптың оян қазақ еңбегі халықты білімге, намыс пен еркіндікке үндеген ұлы туынды болды. Келесісі Халел Досмұхамедұлы қазақтың көрнекті ғалымы, дәрігері және қоғам қайраткері. Ол Алаш қозғалысының белсенді мүшесі болып, халықтың денсаулығы мен білімін көтеруге көп еңбек сіңірді. Еңбектерін жазып, ұлттық ғылымның дамуына үлес қосты. Бұл бізде Алаш жетекшілерінің болды.
Келесі, енді біз осы жаңа сабаққа байланысты, енді біз сабақ түсінікті болды ғой, иә? Сабақ түсінікті болса, біз тапсырмалар орындаймыз. Енді бірінші тапсырма оқушылар, бұл жерде бізде жеке тапсырма сәйкестендіру. Қазір мен таратпа материалдарды таратып берем. Сендер сәйкестендіресіңдер. Жарай ма? Жеке жұмыс, сәйкестендіру. Оқушылар, бұл жерде сәйкестендіру дескрипторы жазылған. Бұл жеке жұмысқа 4 балл беріледі. 4 балл. 4 балл беріледі, оқушылар. 4 минут беріледі. Тезірек сәйкестендіріп, өзіміздің ұпайымызды аламыз. Бірінші тапсырманы сәйкестендіріп болдық па? Енді дұрысын тексеру үшін тақтаға сәйкестендірейік. Енді бірінші сәйкестендіруге кім шығады? Мына қатардан шығады. Айнара келе ғой. Сұрағын оқы, жауабымен сәйкестендір. Алаш партиясының жетекшісі саяси қайраткер Иә, өте жақсы. Дұрыс. Екінші сұраққа мына қатардан Нұрсұлтан келе ғой. Сұрағын оқы, жауабымен сәйкестендір. Дауыстап оқимыз. ғалым, дәрігер, ағартушы, қоғам қайраткері. Кім? Бізде? Өте жақсы, дұрыс. Үшінші сұраққа кім келеді? Мына қатардан кім келе ғой? Қайсар? Дұрыс жауабымен сәйкестендіреміз. Қазақ әліпбиінің реформаторы, қазақ газетінің редакторы. Кім? Өте жақсы, дұрыс. Келесі соңғы сұрақ. Мерекеле ғой. Сұрағын оқимыз, дауыстап, жауабын сәйкестендіреміз. Оян қазақ кітабының авторы. Өте жақсы. Енді біз дұрыс жауабын тексерейікші, дұрыс екен қарайық. Дұрыс болды. Өте тамаша балдар. Енді ұпайларыңды бірінші тапсырмаға кім дұрыс жауап берді, осыған өздерінің балдарын қойыңдар. 4 ұпай болды. Оқушылар, енді бізде екінші тапсырма бұл жұптық тапсырма. Біз білес кездесу әдісі арқылы бұл тапсырманы орындайтын боламыз. Мына жерде сұрақтар берілген, осы сұрақтар бойынша жұмыс жасаймыз, жұп болып жұмыс жасаймыз. Бірінші сұрақ, Алаш партиясы ұлттық мемлекеттілікті жаңғыртуда қандай негізгі қадамдар жасады? Екінші сұрақ, бұл қадамдар қазіргі Қазақстан үшін қандай сабақ береді? Осындай 2 сұрақ арқылы жұмыс жасаймыз, жұп болып. Мына жерде дескриптор жазылған және де балдар көрсетілген 2 балл қойылады бұған. Жақсы, сендерге қазір қосымша материал таратып берем, және де жаңағы неден кітаптан қараймыз, оқулықтан қараймыз, жауап жазамыз осыған. Бұл оқушылар дәптермен жұмыс болады, дәптермен жұп болып жұмыс жасаймыз. Қосымша материал сендерге жұп болып қорғаймыз. Тапсырмасын таратпастайын, жұп болып жұмыс жасайсыңдар. Дескрипторы бәрі жазылып тұр, балы. Оқушылар, бұл тапсырмаға 8 минут беріледі, 5 минут жазамыз дәптерге, 3 минут қорғап шығамыз. Сұраққа жауап береміз, сосын дәлел келтіреміз. Бір оқушы сұраққа жауап береді, енді бұл жұптық жұмыс қой. Бір оқушы сұраққа жауап береді, келесі оқушы дәлелдер келтіреді.
Түсінікті? Жақсы, орындаңдар. Жақсы оқушылар, жұптық жұмыста болдық па барлығымыз? Дәптермен жұмыс жасадық па? Жақсы. Енді мына топтан сұрайық, иә? Қандай жауап жаздыңдар? Екінші тапсырмаға, сұрақтарға қандай жауап жаздыңдар? Кім шығады? Жұптық жұмыс. Қай жұп? Иә, екі жұп шығады. Жақсы. Сұрағын оқимыз Бірінші, Алаш партиясы ұлттық мемлекеттік жаңғыртуда қандай негізгі қадамдар жасады? Жауабы. Ұлттық саяси ұйым құрды. Ұлттық саяси ұйым құрды. Дәлел, 1917 жылы шілдеде Орынборда өткен бірінші жалпы қазақтық съезінде Алаш партиясы ресми түрде құрылды. Бұл қазақ тарихында тұңғыш саяси партия. Өте жақсы. Жақсы, мына айқап тобынан екінші тапсырмаға кім жауап береді? Азиза, Арайжан. Жақсы оқи қойыңдар. Бірінші сұрақты оқы. Алаш партиясы ұлттық мемлекеттікті жаңғыртуда қандай негізгі қадамдар жасады? Бағдарламалық құжат қабылдау. Оған дәлел келтірсем, 1917 жылы Алаш партиясының бағдарламасы жарияланды. Онда халық егемендігі, жеке адамның құқықтары мен бас бостандығы, жердің халық меншігі болуы, оқу ағарту мен дін бостандығы, биліктің заң шығару және атқару сот тармақтарына бөліну принциптері белгіленген. Жақсы. Осы Алаш партиясының бағдарламасы неше бөлімнен тұрады? 10 бөлімнен тұрады. Қай газеттер жарияланды? Ол қазақ газетінде жарияланды. Өте жақсы. Жауап. Отыра қойыңыздар. Жақсы оқушылар, мына сарыарқа тобынан екінші тапсырмаға кім жауап береді? Жарқынай және Гүлжанат, иә? Сұрақты оқимыз. Бұл қадамдар қызылығы Қазақстан үшін қандай сабақ береді? Ұлттық әскер және өзімізді қорғау идеясы туралы. Дәлел келтіреміз. Дәлел келтіретін болсақ, елді қорғау үшін Алаш милициясы құру туралы шешім қабылданды. Екіншісі, бұл мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің алғашқы қадамдарының бірі еді. Өте жақсы, иә. Оқушылар, бізде үшінші тапсырма бар. Бұл жерде біз жаңағы ортада қаламсап әдісі арқылы үш топқа мен үш тапсырма берем. Соны біз постер арқылы қорғаймыз. Қазақ тобына және айқап тобына және сарыарқа тобына бөліп берем. Қазақ газеті туралы қазақ тобы қорғайды, айқап тобы айқап журналы туралы қорғаймыз. Және сарыарқа тобына сарыарқа газеті туралы постер қорғап айтамыз. Және де дескриптор жазылған. Бұл жерде 4 балл қойылған. Осы балдарды аламыз. Постер. Қосымша материал берем қазір. Дәлел келтіріп қорғаймыз. Қосымша материал. 5 минут постер жазамыз, одан кейін 3 минутта қорғаймыз. Жақсы оқушылар. Жұмыс жасаймыз. Уақыт шектеулі жұмыс жасаймыз. Қазақ газеті. Жақсы оқушылар, бізде үшінші тапсырма топтық жұмыс болды. Бұл біздегі үшінші оқу мақсатына байланысты баспа сөздер туралы. Яғни қазақ тобына қай газетті бердім мен? Қазақ газеті. Кім қорғайды? Ал. Топ болып қорғайсыңдар ма? Келеміз ал. Келеміз. Жақсы шағайындар. Екең. Бұл. Ақмаржан. Топ болып қорғаймыз. Кім сөйлейді? Ал, бастайық. Қазақ газеті қазақтарды оларға білімге үйретуге шақырды. Жақсы. Газеті 1913 жылы шығарылады. Қазақ газеті ұлттық мемлекеттік идеясын таратады. Ұлттық сана мен тәуелсіздік идеясын таратады.
Қазақ газетінің басты тұлғалары Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатұлы. Жақсы. Мына жерде қазақ тобы толық жауап берген екен. Өте тамаша, дұрыс. Жақсы, 4 балдарымды ала қойыңдар. Енді екінші топ, Айқап тобы, Айқап журналы туралы сендер қорғайсыңдар, иә? Шығамыз. Айқап журналы. Айқап журналы қазақ халқының мұңы, тәуелсіздік алуға бағытталған мәселелер көтерілді. Тәуелсіздік алу жайлы, әйел теңдігі жайлы, ағартушылық, қазақ халқын оқу білімге шақыру, елді өнерге шақыру. Жақсы. Өте жақсы. Отыра қойыңдар орындарына. Келесі топ бізде Сарыарқа тобы. Сарыарқа газет туралы айтады. Шыға қойыңдар. Кім сөйлейді? Ұстап тұр Қайсар. Сарыарқа газетіне жазылған өлеңдердің аты мысалға келтірсек, Алаш туы астында. Газеттің шығарылған жылы 1917 және 18 жылдары шығарылды. Қазақ газетінің атауы Сарыарқа газеті. Сарыарқа газетінің авторы Халел Ғаббасұлы. Автордың негізгі ойы қандай? Автордың негізгі ойы Алаш қорғау жүйесі бірлікке шақыру. Жақсы. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз деген жолды қалай түсінесің? Ол енді талдау сұрақтар, иә? Қоғамға әсер насихат етсек, саяси ұлтшылдық және бірлік идеясын насихаттады. Алаш туы астында енді ешкімнің Алашты қорлығына бермейміз. Жақсы. Бұл енді Сарыарқа тобы толық дайындалған. Өте жақсы. Ең жоғарғы ұпай. 4 ұпай. Енді бекіту сұрақтарын. Сабақты қорытындылау, бекіту сұрақтарын қоям. Бұл Алаш қозғалысы қай ғасырда болды? 20-шы ғасырдың басында. Осы Алаш қозғалысының мақсаты қандай болды? Мақсатын айтып кетіңдер. Жасмин. Алаш қозғалысының басты мақсаты қазақтарды ояту, қазақтарға білім беру. Білім беру. Және де бізде Оян қазақ шығармасы бар. Бұл кімнің шығармасы? Оян қазақ шығармасы. Оян қазақ шығармасы, Міржақып Дулатұлының шығармасы. Иә, өте жақсы. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасайық. Кім келеді бірінші? Арайжан, бүгінгі сабақ қалай болды? Түсіндің ба? Или сұрағың бар ма? Азиза, не айтасың? Мен бүгінгі сабақты Кім бар? Еділ. Осы тақырыпқа байланысты не айтасың? Бұл ашсапты, өте күшті әсер алдым. Жақсы. Кім бар? Оқушы. Қайсар. Мен бүгінгі сабақты толықтай түсіндің, иә? Мына топтан кеп, Айнара. Бүгінгі сабақ қалай болды? Жақсы. Ақмаржан келе ғой. Сабақ түсіндің ба бүгін? Оқушылар, барлығымыз түсіндік қой? Барлығымыз түсінсек, мынандай белгіні жасаймыз. Жақсы, өте тамаша. Бағалау парақтарыңа өздерің ұпайларыңды қойыңдар. Және де бүгінгі ең соңғы жаңағы үйге тапсырма жазып алыңдар оқушылар. Мазмұндау, үйге тапсырма мазмұндау жазып аламыз. Жақсы. Осымен сабағымыз аяқталды.